7-сі 16-сы 25-сі күні туған адамдарды жетіліктер дейміз. Мистикалық кету ғаламшарының энергиясы бар бойында. Басында 3% энергияда, денесінде 97% энергия бар. Енді минуста болған кезде басына энергия жетіспегендіктен айналасына хаос жасайды, дағдарыс жасайды. Ал плюсте болған кезде, энергиясын басына көтерген кезде, ол гениальный болатын адамдар. 7-сі 16-сы 25-сі күні туғандардың айырмашылығы 7 мен парақшамда бар, барып көрсеңіздер болады. 7-сі 16-сы 25-сі күні туғандар деп айтылған, ол таза жетіліктерді сол жерден көруге болады. 16-сы мен 25-сі күні туғандарда айырмашылық бар, 2 саннан құралғаннан кейін. 16-сы күні туғандар бір деген өзімшіл адамдар, өзі шешім қабылдайды, ешкімге бағынбайды, өзім білем деп айтады. Ал минуста болған кезде, минуста 6 деген, ол деген жаңағы эмоциясы өте жоғары, комфортты қалайды, өзіне комфортты қалайды. Комфорт болмаған жағдайда көңіл күй түседі, кекшілдік пайда болады. Енді плюсовой энергияда бір деген стратег, ол деген стратегияны через анализ құрады, дұрыс шешім қабылдай алады. Ал 6 плюсте болған кезде махаббат иесі, махаббат бере отырып, адамдармен тіл табыса алады, және даналықпен кеңес бере отырып, шығармашылығын қолданып, жетістікке жетіп, гениальный болады. Ал 25-сі күні туғандар минуста болған кезде 2 деген түсінбейді, күмән, қазбалайды, түсінгісі келеді бәрін, көп сұрақ қояды. Ал 5 деген ол күресіп кетеді, түсінбегендіктен бәрі өмірде дұрыс болу керек, қисынды болу керек дейді. Негізі өмірдің өзі сынақ екен, қисынсыз екен түсіну керек. Енді плюсовой энергияда 25-сі күні туғандар 2 деген керісінше түсінеді, тіл табысады, адамдармен адамдарды сезе алады, интуиция жақсы жұмыс жасайды. Ал 5 деген ашуға берілмейді, плюсовой энергияда керісінше адекватный коммуникация, жақсы тіл табысады, бизнесті түсінеді, және идея келген кезде идеяны тез жүзеге асырады. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп алыңыздар. Келесі жолы 8-сі, 17-сі, 26-сы күні туған сегіздіктердің айырмашылығы туралы айтатын боламын.